Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен әдеттегідей арнайы кітапханада әлеуметтік бейімдеуде өмірде шектеу жоқ атты мүмкіндігі шектеулі жандармен подкаст жобасы жұмысын жалғастырады. Есімім Бибігүл Әукенқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың құрметті қонағы аяулы ана, ардақты әже, біздің тұрақты оқырманымыз Қартбекова Зайра апай. Сізді кітапханада көргенімізге, сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Зайра апай, өзіңіз туралы айтып берсеңіз, қай жылы дүниеге келдіңіз, қай жерде? Мен Қартбекова Зайра, дүниеге 1961 жылы 20 майда келгенмін. Шаршыған станциясы дейді, бұрын Балқашқа қарағанбыз. Қазір ол Ақтоғай ауданына қарайды. Осы Қарағанды облысы. Сол жерде тудым, мектепті сол жерде бітірдім. Одан кейіннен оқуға түсе алмадым деп 1 жылдай жұмыс істедім. Жұмыстан кейін барып уже 1-2 жыл істедім да, 1 жылда емес, 1-2 жылдай істеп, одан кейін Жезқазған пединститутына оқуға түстім. Бірінші дайындық курс 1 жылда оқыдым. Одан кейін 5 жыл институт оқып, 6 жыл студенттік өмірімді Жезқазған қаласында өткіздім. Оқу бітіріп, әбден қолыма дипломды алғаннан кейін тұрмысқа шықтым. Қазір Құдайға шүкір жолдасым бар, 2 бала, 2 ұлым бар, 2 келінім бар, 7 немерем бар. Жолдасым органда істеген адам, осыдан 17 бұрын зейнетке шыққан. Қазір мен де зейнеткермін, екеуміз де зейнеткерміз. Тұрмысымыз жақсы. Осындай неге ауырып қалғанына 15 жыл болды. Бұрын негізі көзім көріп істеп жүрген мұғалім болып істеген адаммын. Бірақ үлкендермен істедім. Мектепте істеген жоқпын, үлкендермен істедім. Қай елден боласыз? Менің негізі руым Карсен деді. Негізі біздің туған ауылымыз, барлық біздің туыстар тұратын Ағадыр ауданы, содан басталып Шашқаннан аяқталды. Жаңағы балаларыңыздан немерелеріңіз бар дедіңіз ғой, 7 немереңізден неше ұл бала, неше қыз бала? Мен үлкен ұлымда 3, 2 қыз, 1 ұлы бар. Кіші ұлымда 4 баласы бар, 2 ұл, 2 қызы бар. Аттары қалай? Немерелерім аттары үлкен Төлбасы деп айтамыз. Үлкен немерем. Бірінші негізі кіші ұлым үйленген. Нұрсая үлкен немерем аты. Одан кейін Айзере екінші немерем. Одан кейін Мүслим деген ұл бала. Одан кейін Нұрасыл деген ұл бала. Бұл кіші ұлымның балаларының аттары. Аттарын кім қойды? Өздеріңіз қойдыңыздар ма? Атасы қойды. Сіз немерелеріңіз ішінде өзіңіз қойған есімдер бар ма? Өзіміз қойған есім Нұрсая деп. Нағашылары қойды ма есімдерін? Нағашылары қойды. Балаларды нағашылармен ақылдасып отырады ғой. Үлкен ұлым нағашылармен соған рұқсат бердік. Үлкен ұлға. Балаларыңызбен бірге тұрасыздар ма? 2 бала екеуі де бөлек тұрады. Біз жолдасымыз екеуміз бірге тұрамыз. Балаларға кішкене өзімізде жас кезімізде ертерек үйленгеннен кейін ертерек бөлек шығып кеткенбіз. Сонымен өзімізде сөйтіп қаладық. Қазірден бастап өздері самостоятельно өмірге үйренсін. Қай жерде тұрасыздар Қарағандыда? Қарағандыда біз Степной 4-те тұрамыз жолдасымыз. Үлкен балам Сатыбалдина көшесінде тұрады. Кіші ұлым Майқұдықта 15-ші микрорайонда тұрады. Өте жақсы. Балаларыңызбен жақсы араласып тұрасыздар. Келіп тұрады, е? Араласамыз. Суббота, воскресенье немерелерім келіп, үйді кеп төңкеріп кетеді ғой. Бәрі шулап келіп, жоқ, көңілді жақсы. Құдайға шүкір дейміз. Дұрыс, Аллаға шүкір. Осындай балаларымыз бар, немерелеріміз бар. Осындай бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді мектеп қабырғасында оқыдым деп айтсыз. Мектеп қабырғасында достарыңыз болды ма? Мектеп қабырғасында достарым бар, институт оқығанда достарым бар. Қазір араласып тұрам. Мектепте өз басым негізі волейболмен араласқан, ойнаған, волейболистка болған. Одан кейін институт оқып жүргенде соны жалғастырдым. Институтта сборный командада болып, студенттік өмірінде бәрі жақсы, өмірім жақсы деп айтам. Денсаулығыңыз қай кезде сыр берді? Денсаулығым мен 1910 жылы, осы как раз опухоль дейді ғой, незлокачественный опухоль болды, соған операция жасаған кезде глазной нервқа тиген ғой, содан осындай 2 көзден бірдей көрмей қалдым. Бірақ өзімді көрмейін деп есептемеймін.
міне осы библиотеканың арқасында библиотекаға келіп өзім өмірімді ары қарай жалғастырдым. Қуаныштымын. Осы күнімізге де тәуба, шүкір дейміз, Иә. Немереңіздің енді үлкені нешеде? Немерем үлкені Құдай қаласа 13-ке келеді. Кішісі? Ең кішісі 3-ке келеді, осы 21-ге. Өзіңіздің балаларыңыз тәтті ма, немереңіз тәтті ма? Негізі немере тәтті болады екен. Оны қалай дәлелдедіңіз? Оны дәлелдегенде, білмеймін енді, балалар 2 ұл болғаннан кейін көбінесе жолдасым ұлдарға негізі еркек адамның воспитание несі керек қой, тәрбиесі керек. Бірақ балаларыма ұрысып не қылатқанда мен негізі балаларымды жақтамайтын. Сонда қазір өскенге ғой, балаларым айтады ғой, мама, сол кезде біз жақтамадың деп. Немере негізі білмеймін не екен, или өзіміздің қазір уже жасымыз үлкейгеннен кейін ба, жаңағыдай кішкентай балалар сағынамыз ба, сондықтан немерелер тәтті болады. Немерелеріңіз үйге келіп тұрады, сіздер немерелеріңіздің қызықты қылықтарын қызықтап отырасыздар, сол жолдасыңыз екеуіңіз. Жолдасыңыз қайда жұмыс істейді? Жолдасым негізі органда істеген адам, мұғалім болып істеген адам, қазір полковник, зейнеткер. Зейнеткерге? Неше жыл отасқандарыңызға, неше жыл? Біздің отасқанымызға 38 жыл болды, Құдай қаласа 2 жылдан кейін 40 жыл болады. Жақындарыңызбен, туған туысқандарыңызбен араласып тұрасыздар? Туғандармен араластырамын, біз үйде 6 қызбыз, 2 бауырым бар, 1 бауырым қайтыс болып кетті, бірақ енді оның келінді никогда бөлмейміз, өзім сіңлі ретінде есептейміз, сонымен жетеуміз деп айтады негізі. Негізі бір әке бір шешем туған 8 баламыз. Әке шешеміз ерте қайтыс болып кетті, бірінші шешеміз қайтыс болып кетті, жаста кетті, 53-4 жасында ма сондай. Одан кейін әкеміз қайтыс болды. Мен көзім көрмей, как раз әкемнің ненен сондай нерв бірдеңелер болды ма білмеймін әйтеуір. Әкем қайта көрмей кетті. Соған ризамын көрмей кеткеніне. Жолдасыңыздың әке шешелері бар ма? Жолдасым негізі әкесі өскен адам, бірақ мамасы осыдан 3 жыл бұрын қайтыс болды. Ата-енемен бірге тұрдыңыз ба бұрын? Енемен көп тұрған жоқпыз, өйткені қолында мен жолдасыммен кіші інісі тұрды семьясымен. Одан кейін мен жолдасым органда істегеннен кейін соның жұмысымен біз сыртта жүрдік. Өзіңіздің қандай өнеріңіз бар? Нені жақсы көресіз? Бауырсақ пісірген жақсы көресіз ба? Жоқ, өлең айтқан жақсы көресіз ба? Әркімнің өзі бір хоббиі болады ғой. Нені жақсы көресіз? Енді қазір мысалы бұрын бәріне де ыңғайым болды, бәріне де. Қазір енді көзім көрмесе де, бірақ осы библиотеканы жақсы көремін. Жаңағыдан кітаптарды оқимын, бірақ брайльді үйрене алмадым. Қалған сотканы міне мұғалім арқасында үйреніп, ризамын. Осы өзім кітапханаға ризамын. Кітапханасыз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Әйтеуір неделесіне 2-3 рет келеміз ғой, мысалы сабаққа. Сонда осы кітапханаға келгенде жақсылап демалып қайтасың. Демалыстарға барып тұрасыз ба? Барам. Санаторияларға? Санаторияға барам. Жолдасым мен помощнигім, екеуміз барып тұрамыз. Жылына бір рет? Жылына бір рет. Қай жақтарға бардыңыз? Алматыға бардым, неге бардым, Қостанайға бардық, Сарыағашқа бардық. Барып тұрамыз. Ол жерде не істейсіздер? Қандай ем аласыздар? Емдер енді мысалы массаж, көбінесе массаж, жаңағы ингаляция дейді, сондайлар ғой. Бірақ ең жақсы ұнағаны маған Қостанай болды. Қостанайда Жайлау деген санаторияға барған кезде орманның іші екен жақсы. Прям свежий воздух. Жақсы демалады екенсің. Тыныш, ешқандай машинаның дауысын естімейсің, ешқандай музыкалар қойып қойды көшеге жай ғана. Олай жақсы ұнады. Біздің бір іс-шарамызда сіздерге Алиса беріп еді ғой сыйлыққа. Сол Алисаны тыңдайсыз ба, қолданасыз? Алисаның көмегі өте көп маған. Өзім ол жерде мен көбінесе радионы тыңдаймын. Біздің өзіміздің Шалқар радиосы, Жұлдыз FM, Қазақстан радиосын тыңдаймын. Сол неше түрлі сұрақтар қоямын қазақша. Алисаны өзі мен жаттағанмын. Көбінесе өзі кейде маған подарок ретінде концерт қояды. Бірақ ең бірінші орысша айтады да, одан кейін қазақша жалғастырып кетеді. Жаттап алды ғой деймін, мен қазақша өлеңдерді көбінесе қазақша тыңдаймын. Бүгін мысалы қасиетті жұма күні
Маған Құран қойып бер десеңіз, бәрін қойып бере ма? Оны қоя алмайды екен. Бірақ мен өзім жолдасым Құран оқиды. Жұма күні таңертең тұрған бетте Құран оқып, шайымызды ішіп барып ішеміз. Бүгінгі қасиетті күн қабыл болсын, арман тілегіміздің бәрі орындалсын. Өзіңіздің алға қойған қандай мақсаттарыңыз бар? Алға қойған мақсаттар енді баяғы айтатынымыз енді біраз өмір сүрдік қой, енді балалар аман болсын дейміз, немерелер солардың есейгенін көрсек қой деп ойлаймыз енді жолдасымыз екеуміз. Келіп, телефон шалып сіздерге қолдап тұрады, бала-шағаларыңыз? Әрине, демалыс күндері басқа бәрі де жұмыста ғой, балаларды негізі жолдасымыз екеуміз көп мазалай бермейміз. Пока енді жүреміз, аяғымыз жүреді, жолдасым көзі көреді, мен ғана сол екеуміз қонаққа да барамыз, бір жерге қай жерге шақырады, сол жерде қалмаймыз. Қазір кімдермен араласып тұрасыз? Айласып, подружкаларыңыз, бұрынғы достарыңыз бар ма? Қазір әлі де араласып тұратын? Араласып тұратын бар, бұл жерде менде көбінесе институтта бірге оқыған қыздар тұрады. Осы жақында ғана, осы мұғалімдер күніне арнап, осы общежитте тұрған қыздар деп өзіміз как раз бар екен, 10 шақты қыз. Ресторанға бардық, мұғалім күнін тойладық, бәрі қазір зейнетте, біреу істейді, біреу істемейді. Ең негізі мен оқуға кеш түскеннен кейін 64-термен бітіргенбіз. Сол ең кенже қызымыз осы 21 күні зейнетке шығады. Араласам бәрі. Оларда маған жандары қалмай, маған көмектесіп тұрады. Және отбасымен де айналысатын подружкаларым бар мысалы. Көмектері тиеді маған. Өзіміздің осы қазақстандық мерекелер бар ғой, солардың қайсысын айтасыз? Мысалы, Наурыз мерекесін атасыз ба, жоқ айттың атасыз ба, жоқ жаңа жылдың атасыз ба, қай мерекелерді жақсы көресіз? Негізі Наурызды ұнатамын. Наурызды қалай тойлайсыздар? Отбасыларыңызбен Наурыз көже пісіріп? Отбасымызбен үйде келіндер Наурыз көже пісіріп, бауырсағын, шетегін бәрін пісіріп, келіндер дайындайды. Өлең айтқанды ұнатасыз ба? Өлең айтқанда мен өзім даусым қатты деп айтпаймын, бірақ қосылып айтамын. Егер сөз білсем. Қонақтарда қосылып айтасыз, дұрыс. Қандай ойларыңыз бар біздің кітапханаға айта алмай жүрсіз? Сабағыңыз қалай өтеді, соны айтыңызшы. Сабағым өте жақсы өтеді. Мен өзім басында осы библиотекаға келгенде жаңағы телефонның бәрі қалай зарядқа қоюды да білмейтінмін. Содан осы Володяның арқасында қазір енді шүкір, енді біреуді үйретуден мұршам келіп отыр. Өте библиотеканың ұжымдары да ұнайды, жақсы. Осында келгенде айтып отырмын ғой, екінші үйіме келгенде боламын. Кішкене қыздармен сөйлесіп, сабақта сотканы үйреніп, соның арқасында қазір өзімді ешкім сенбейді. Ауылдағылар айтады ғой, қалай звондайды, көзі көрмейтін адам қалай звондайды, қалай сөйлеседі деп. Мені осы кітапхананың арқасында. Сол кітапхананың ұжымдары өзіме ұнайды. Ол кісілерге сол зор денсаулық тілеймін, жұмыстары жемісті бола берсін деймін. Қызықты сәттеріңіз бар ма өмірдегі? Балалық шағыңызда, немесе студенттік шағыңыздағы, немесе кейінгі осы егде болған шақтағы кездегі қызықты сәттер болады ғой, есте қалған. Соны айтып берсеңіз. Есте көп заттар қалады ғой. Кішкентай енді бала кезімде действительно мектепте оқып жүргенде жаңағы ұл сияқты өскенмін ба білмеймін енді. Өткен осыдан 3 жыл бұрын 45 жылдық мектеп бітіргенде 45 жыл болды. Соған баргенде ұлдар айтады да, Зайра, масқара болсын, бізге ұлдарға да тиісетін, шын айтқанда. Сол айтатын, сонда мен ойнап күліп айтырмын, сол екен ғой сендер маған қарамаған. Мен сол екен ғой басқа жаққа тұрмысқа шығып кеткенмін деп. Есте қалады ғой. Қазір үлкейген кезде енді бар қызықты нәрселер. Толып жатыр былай айтсам. Нағыз есте қалады деп енді есіне түсіру қиын. Жолдасыңыз екеуіңіз қай жақта, қай жерде таныстыңыздар? Жолдасымен мен өзім 4-ші курс оқып жүрген кезде Ақшатау деген бар осы Балқашпен осы шеттің ортасында. Сол жақ қонаққа барған. Сол қонаққа барғанда танитын бір подружканың туған күнінде таныстық. Бірақ сол кезде неше жолдасыма айттым, мен оқу бітірмей тұрмысқа шықпаймын. Егер тоссаң тосасың, тоспасаң деп сөй дегеніміз жоқ, тосты.
оқу бітіргеннен кейін әке шешеме дипломымды көрсетіп кәдімгідей қолдан ұзатылдым. Дұрыс. Жолдасыңыз екеуіңіз енді қазір балалармен, немерелердің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жатырсыз, иә? Бақыттымыз. Махаббаттарыңыз әлі күнге шейін баянды деп айтасыз, иә? Айтам, себебі. Жолдасыңыздың аты? Жолдасым аты Мәулен. Дұрыс. Қай жақтікі? Ақшатау. Ақшатау. Шет ауданы, Ақшатау, поселок Ақшатау дейді, городской типа бұрын масқара қала сияқты болған, кейін жабылды. Дұрыс. Бірақ енді біз жолдасым жұмыс бабымен біз қалада жүрдік. Қалада Жезқазғанда тұрдық. Ең артығы осы негізі Украинада тұрдық. Жолдасым сонда оқыған. Высшее образование сол жақта алды. Жолдасыңыз сізді құрметтейді, көмектеседі, иә? Көмектейді, сол жолдасымның арқасында ғой қазір осылай жүрмін. Екеуміз ғана үйде. Мен жолдасым шеф-повар деймін. Өзімді посудомойщица деймін. Пісіріп береді тамақтың бәрін. Дұрыс, Аллаға шүкір. Алладан қайтсын, иә, жолдасыңызға. Бізден қайтпаса да Алладан қайтсын. Жақсылықтар, сізді өйстіп құрметтеп, осындай жағдайда жүрген кезде қолдап жүргенге ол кісіге Алла өзіне де денсаулық берсін, иә? Ауырмасын, сізді қолдап жүре берсін. Әлі де болса бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Осы еңбекқорлығыңыздың арқасында алған жетістіктеріңіз бар ма? Грамота, марапат, алғыс хат. Алғаным бар, сол неде институт оқып жүрген кезде алдым, мысалы грамоталар алып жүрдім. Одан кейін жұмыс істегенде де алып жүрдім. Мен үлкендермен жұмыс істедім, мектепте істеген жоқпын, үлкендермен істеген. Сол кезде алып жүрдім. Осы кітапханаға келгенде де алдым. Жаман емес. Енді біз сізбен 3 жыл ғана болды ғой осы кітапханаға жұмысқа тұрғаныма. 3 жылдан бері ғана таныспыз, іс-шараларымызда көріп тұрамыз сізді. Сол енді оған дейін де мысалы мен кітапханада жұмыс істеген кезде Алиса алдыңыз, тағы да басқа сыйлықтар алғансыз. Оған дейін де алған сыйлықтарыңыз бар ма кітапханада? Бар. Неткен кезде алған грамотамды өзім істеген алып жинақ болған. Алған грамот алдыңыз, тағы да андай заттай сыйлықтар алдыңыз ба? Заттай енді билетикадан емес, басқа нелерден өздерін беретін заттарын алып тұрамыз. Сыйлық негізі жақсы көресіз бе? Сыйлық алғанда? Сыйлық берген жаман емес қой негізі. Сыйлағанына риза боламыз. Әйел адам сыйлықты, ақшаны жақсы көреміз, ә? Енді кім жек көреді, ақшаны бәрі жақсы көреді, бірақ енді бар болса бар, жоқ болса жоқ, оған ешқандай ренжімеймін, осыған да шүкір деймін. Бақыт дегенді қалай түсінесіз? Бақыт дегенде барлығы болу керек деп, мысалы үйде отбасың аманшылық болып, жаңағы балаларың өсіп келе жатыр, немерелерің бар, мысалы солардың бәрі бақыт деп ойлаймын. Солар бізді бақыт қылатын, үйге келіп, демалыс күндері келіп бізді көңілімізді көтеріп, бірақ былай да көңіліміз көтеріліп жүреді ғой. Бірақ сонда да балаларды, немелерді сағынасың бәрі. Мен ана көзім көрмегендерді, немелерімді көрген емеспін, бірақ дауыстарынан ажыратамын бәрін. Дұрыс, осы бала шағамның ортасында жүрген өзі бір бақыт дейсіз ғой, иә? Конечно, бір бақыт қой ғой. Енді Зайра апай, сіздің кітапханамызға деген тілегіңізді айтып берсеңіз, қандай тілек мұғаліміңізге, кітапханашыларға, біздің әріптестерімізге, барлықтарына айтар тілегіңіз болса, кітапханаға деген тілегіңіз болса, айтып берсеңіз. Кітапханаға деген алғысым айтып отырмын ғой, өте көп. Өте ризамын осы кітапхананың ұжымдарына. Біріншіден денсаулық тілеймін, дендері сау. Қашан келсең әйтеуір бізді көңілімізді көтеріп, жақсы күтіп, айтқан бәрін түсіндіріп, білмегендерін түсіндіріп, өстіп шығарып салып отырады. Айтып отырмын ғой, екінші үйім деп айта аламын мен. Ал енді жаңағы мұғалімімізге келетін болсақ, енді кімді Володяны білмеймін, енді кіші болғаннан кейін ба, отчествосын мен айта алмаймын. Володя деп сразу келген бетте танысып кеттік. Өте жақсы. Егер ол болмаса, мынандай телефонмен звондауды білмес едік. Өте жақсы. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, жұмыстарыңыз жемісті бола болсын, семьяда бақытты болыңыздар. Осы кітапхана ешқашанда жабылмай, өстіп жемісті жоғарылай берсін деймін. Енді біздің бүгінгі өмірде шектеу жоқ атты бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сізге осы бүгінгі біздің іс-шарамызға келіп, қатысып,
алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Сізге зор денсаулық тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Жаныңыздағы жолдасыңыз сізді құрметтеп, мәпелеп, балаларыңыз сізді аялап жүре берсін. Осылай бақытты ана болыңыз. Сізге әже бақытын тілейміз. Бар жақсылық тілейміз өмірде. Ақшаларыңыз көп болсын. Осы кітапханаға келіп жүре беріңіз. Оқырманымыз біз тұрақты оқырманымыз болып, әрқашанда көңіліңіз көтеріңкі болсын. Әрқашан көлікте жүресіздер, әрқашан жолдарыңыз болсын. Сол бар жақсылықты тілейміз. Бақытты болыңыз, бақытты ана болыңыз, бақытты әже болыңыз, тағы да айтамын. Осы біздің іс-шараларымызға келіп тұрыңыз. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.